Сәлем достар, бүгінгі көретін фильмдеріңіз 2016 жылғы Монғолия фильмі «Алтын қазына». Сайвен деген кісі ел жұрттың балуаны, көптегендей жарыстың чемпионы. Жұрттар оны Батыр Сайвен дейді. Осы жолы да піл атағын алған Батыр Баржыны да жеңеді. Сайвен Батыр қаншама балуан атағы бар болса да, ішінде бір мұңы бар еді. Өйткені ода 3 қызы бар, ұлы жоқ. Ал Баржы Батыр болса Сайвен Батырдың әлсіз түсін пайдаланып ұлың жоқ деп тиісетін еді. Баржының сөздері Сайвеннің жанына қатты бататын. Сайвен Батырдың 4-ші баласы туылатын болды. Ұлан байтақ жайлауда моңғол үйінде бір баланың дауысы шықты. Бала босандыратын әйел Сайвеннің құлағында бірдеме деп айтты. Сонымен жайлауда кішкентай бойлы бір қара торы бала пайда болды. Ол баланың аты Тайпин. Тайпиннің 3 әпкесі бәрі тұрмысқа шыққан еді. Әкесі және туыс-туғандары көршінің қызын алып беремін деп қалжыңдайды. Ал көршінің қызы Яен сол ауылдың ең сұлу қыздарының бірі еді. Яен болса Тайпинді тек дос ретінде көреді. Ал ұнататын адамы сол Баржының ұлы Ханкай. Ханкай бойы ұзын, өзі келбетті. Әрқашан мотоциклмен жайлауда ұшып жүреді. Бір сөзбен айтқанда ауыл қыздарының арманы. Ханкайдың әкесі Баржы Тайпиннің әкесі Сайвеннен жеңілгендіктен бір-бірімен араз еді. Ханкай өз әкесінің ала алмаған үшін Тайпиннен алу үшін келді. Күші жетпеген Тайпин күрестен жеңілсе де ат үйрету жағынан жеңіп алады. Әкесінің абыройын түсірмеуге тырысып, Тайпин Ханкайға мотоцикл мінгенше ат үйретуді үйренбедің бе деп тиісіп қояды. Үйге жеткен Тайпин әкесінен үн-түнсіз бір таяқ жейді. Бір күні көршінің қызына көмектесіп жүрген Тайпинді Ханкай тағы да келіп бір тиіседі. Күші жетпеген Тайпин жынданып, таяқталып, әрең деп Ханкайларды қуып жібереді. Ханкайлар кеткен соң Тайпин өз-өзіне келіп, таяқты тастап, атқа мініп бір үңгірге қарай кетеді. Тайпин аттан түсіп, жан-жағын байқап, адам жоқ болған соң үңгірдің ішіне қарай кіреді.